Сауал үкімет басшысына жолданады. Тарихта Алматы трагедиясы деген атпен енген қаралы күндер артта қалды. Бәріміз тәуелсіздіктің тағдыр қыл үстінде тұрғанын көрдік, құрбандықтар да аз емес. Енді болашағымыз қалай болады? Қазір қоғамда президентті қолдайық деген пікір бар. Бұл дұрыс. Бірақ қалай қолдаймыз? Президентті құр сөзбен емес, нақты іспен қолдау керек. Біз ұлттық идеология мен ұлттық тәрбиеде үлкен олқылық жіберіп алдық. Мұны ашық мойындау қажет. Менің мемлекетім, менің Қазақстаным деген отансүйгіш сезімді терең орнықтыру орнына қалайда ақша табу, тез баю, тірліктің бәрін ақшамен өлшеу ұғымдарын алға шығардық. Бүгінгі жастар бабалардың тәк деген тиымдарымен емес, негізінен TikTok арқылы тәрбиеленіп жатыр. Қоғамда жанашырлық, мейірім, қамқорлық, аяныш, обал мен сауапты білу, қанағат пен қайырым, ілтипат пен ізеттің орнына жаппай қатыгездік, аяусыз озбырлық, алда барбау, өтірік, өсек, мақтаншақтық, жалбақтау мен жарамсақтық орнықты. Еңбек ету, адал мал табу, отанға, елге, мемлекетке адалдық, қоғам алдындағы жауапкершілік, әділет, ар, ұят ұғымдары кейінге асырылып қалды. Өз ордасын өзі талқандайтын, өз мүлкін өзі ойранға салатын, бұл әрекет үшін бір сәтте ойланбайтын қаныпезерлік қайдан шықты? Әкенің сөзін баласы тыңдамайтын, қой дегенді білмейтін, үлкендерден ақпайтын, өз дегендерінен шықпайтын, қыңыр тоңмойын ұрпақ неге көбейді? Елшіл, мемлекетшіл, ертеңшіл толқын қайда? Ұлға, қызға дұрыс тәрбие бермесек, тұлға қалай шығады? Құрметті Әлихан Асханұлы, былтыр Сенатта ұлттық құндылықтар туралы парламенттік тыңдау өткізілді. Сенат 5 құндылықты атап айтқанда тәуелсіздік пен тарихи таным, ел мен жер, тіл мен имандылық, ұлттық дәстүр мен отбасылық тәрбие, білім мен біліктілік мәселесін қазақ қоғамының басты қағидаттары ретінде күн тәртібіне шығарды. Үкіметке, тиісті министрліктерге ұсынымдар берілді. Соның бірде-біреуі назарға алынбады. Айтылған сөз айтылған жерде қалды. Сізден сол парламенттік тыңдау материалдарын үкімет мүшелерінің бәріне таныстыруды және солар жүзеге асыру үшін шұғыл әрекет етуді талап етемін. Үкімет жұмысынан бір нәрсені байқаймын. Байқаймын да басым чайқаймын. Үкімет мүшелері өз жұмыстарын бөлек-бөлек істейді. Әр ведомство өз көрпесін өзіне қарай тартады. Ортақ бағыт, ортақ жоспар, ортақ үйлесімді іс-қимыл жоқ. Осы ретте бірнеше министр бірігіп атқаратын бағытты көрсеткім келеді. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Асқар Умаров мырза, ұлттық идеология мен ұлттық тәрбиенің көрініс табатын жері теледидар, бұқаралық ақпарат құралдары, Қазақстанның ақпарат кеңістігі қапталған шоу мен мәні мен мағынасы шамалы телехабарларға толы. Барлық телеарна рейтинг қуысымен айналысып кеткен. Жаңалық атаулы кілең негативтен тұрады. Ұлттық мемлекет құрып жатқанда ешқандай да рейтингтің керегі жоқ. Елдегі бір қатар жетекші арна мемлекеттік тапсырыс арқылы бюджеттен тікелей қаржыландырылып отыр. Ендеше рейтинг не үшін керек? Керек болса рейтингтің жарқын үлгісін марқұм Бейсен Құранбек көрсетіп кетті. Оның айтуға оңай, қарекет атты бағдарламалары министрліктер атқара алмаған қаншама әлеуметтік мәселені шешіп берді. Қазір қайда сондай хабарлар? Ел арна, тәлім ТВ арналарын жасөспірімдер мен жастар арнасы етіп қайта құруды ұсынамын. Бізде балапан арнасынан басқа 10-18 жасқа арналған, өскелең ұрпаққа арналған бірде-бір телеарна жоқ деген еді президент. Сол сөзді айтқалы әлі ештеңе жасалған жоқ. Осы жастағы ұрпақ технологиялық, индустриялық, инновациялық саясатта мүлдем хабарсыз. Кезінде қазақ жастарын техникалық білімге баулыған білім және еңбек журналын жауып тастадыңыздар. Мұндай жағдайда біз қалай интеллектуал ұлт боламыз? Балдырған, Ұлан, Ақжелкен, Дружные ребята сияқты мемлекеттік және басқа да жекеменшік балалар басылымдарына қаржылай және материалдық тұрғыда мемлекеттік қолдау көрсетуіңізді, жалпы ақпараттық саясатта түбірімен өзгертіп, Қазақстанның жаңа талаптарына сай бағытта құруды талап етемін. Мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев мырза, кез келген қоғам мәдениетсіз алға баса алмайды. Мәдениет саласында да жаңару, тазару, құндылықтарға айрықша мән беретін уақыт жетті. Сенат ұсынымдарын сіз де қарап шығыңыз. Қазақтың ала жіптен аттама, білім күнінен бүлдіргі алма деген даналығын жастарға бала күнінен бойға сіңірудің амалын жасаңыз. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мырза, надандық білімсіздіктен шығады. Абай адамзат баласын қас дұшпан надандық деген. Абай 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол деп тәрбие өзегін көрсетіп кеткен еді. Білім беру саласында содан артық бағыт бар ма? Қоғамда кітап культін сіз басқарып отырған министрлік жасауы тиіс. Еңбек министрі Серік Шапкен мырза, кең байтақ Қазақстанда жұмыссыз қазақ болмауы тиіс. Ешқандай нәтиже бермейтін бағдарламаларды тоқтатыңыз. Ұлттық бағдарламаларды жұртқа жақын, елге түсінікті етіп жасаңыз. Цифрландыру министрі Бағдат Мусин мырза, жас ұрпақты технологиядан озып кеткен Жапония мен Корея қалай тәрбиелеп отыр? Шығыстағы осы екі елдің тәрбиелік тәжірибесін назарға алып көріңіз. Балаларға
телефон ұстауға тыйым сала алмаймыз. Ұстама десең де ұстайды. Қазақстанда қаншама IT маман бар. Неге солардың басын жинап смартфонда балалар мен жасөспірімдерге арналған интеллектуалды ойындар мен мемлекеттік тілде білім беретін бағдарлама әзірлемейсіз? Интернет кеңістігін қазақша контентпен жедел толықтыру сіздің тікелей міндетіңіз емес пе? Үкімет басшысынан осы айтылғандарды және Сенат қабылдаған ұлттық құндылықтар туралы ұсынымдар мен әлеуметтік желідегі көптеген пайдалы ұсыныстарды тезірек негізге алып, нақты іс-қимыл жоспарын жасауды сұраймын. Ешкім бізге жаңа мемлекет құрып бермейді. Бізге іргесі берік қоғам керек, жаңарған қазақ елі керек. Осыны күн сайын есте ұстау керек. Жазбаша жауап беріңізді сұраймын. Депутаттар Жүсіп, Төреғалиев, Жұмағұлов, Әлназарова, Қаппарова, Нұғала. Рахмет.